Бүгінгі сабақтың тақырыбы Тахауи Ахтанов «Күй аңызы» әңгімесі. Оқу мақсаты шығармадағы көркемдегіш құралдардың психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау. Сабақ мақсаты оқушылар шығармадағы көркемдегіш құралдардың қолданысын талдап, автор стилін анықтайды. Миға шабуыл сұрақ-жауап әдісі арқылы жүзеге асады. Оқушыларға әдебиет әлемі Тахауи Ахтанов бейнежазылымы көрсетіледі. Бейнебаянды көргеннен кейін сынып оқушылары бір-біріне сұрақ қойып пікір алмасады. Талқылау аяқталған соң, мұғалім сабақтың тақырыбы мен мақсатын сынып оқушыларымен бірлесе отырып анықтайды. Сабақ барысында тапсырмалар бойынша мақсатты нәтижеге жету үшін бағалау критерийін жасайды. Бағалау критерийі шығармадағы көркемдегіш құралдардың қолданысын талдайды, автор стилін анықтай алады. Дескриптор шығармадағы көркемдегіш құралдардың қолданысын ажыратады, автор стилін анықтайды. Бірінші тапсырма қақпа әдісі арқылы орындалады. Тақтада қақпаның суреті тұрады. Сынып топқа бөлінеді. Шығармадан үзінді оқылады. Бір оқушы үзіндідегі көркемдегіш құралдарды табады. Топ сол сөзді кестеге жазады. Бір оқушы сөздікпен жұмыс істейді. Бір оқушы гол соғады. Жұмыс барысында оқушылардың рөлдерін ауыстырып отыруға болады. Қақпа әдісі. Бірінші бағанда шығармадан үзінді көркемдегіш құрал. Оқушылар қақпа әдісі арқылы кестені толтырады. Екінші тапсырма пирамидалық талқылау әдісі арқылы жүзеге асады. Пирамидалық талқылау арқылы тік төртбұрыштың сыртқы бөлігіне топтың әр мүшесі шығарма үзіндісіндегі көркемдегіш құралдарды тауып жазады. Ал ішкі төртбұрышқа төрт пікірге ортақ түйінді ой жазылады. Шығармадан үзінді. Естемес аз уақыт үн шығармай іштей ыңылдап, толқып келе жатты. Кенет атының шылбырын Оразымбетке тастай беріп, қолын кейін созып, қызыл қоржындағы домбырасын суырып алды. Естемес домбыраның құлағын бұрап күйге келтіріп алып, машықты әуенмен қағып-қағып жіберді. Епті ұзын саусақтар пернені жоғарыдан төмен бірнеше қайтарып жүгіріп өтті. Бірақ мұның бәрі жаттанды сарын еді. Аздан кейін күйші қолы күрмеліп қалғандай бір пернені басып, жалғыз шекті шерте берді. Белгісіз тың әуен дүниесінің табалдырығынан аттап өте алмай қиналған түрі бар. Оразымбет те демін ішіне тартып, ұстазының дидарына ынтыға қарап қалған. Жаңа бір күй сарайының есігін ашқанша асыққан сабырсыздық бар өңінде. Ат жалына еңкейіңкіреп барып естемес ырғалып, кеудесін көтере беріп, тың күйді бастап кетті. Майда ырғақты, жұмсақ әуен бояуы оңып кеткен шүберектей күзгі қуқыл даланың үстінде қалықтай берді. Сәл бәсеңдеп барып, домбыраның кеудесінен екі-үш ырғалып, әрең суырылып көтерілді де, ар жағы мұңды сазға, майда ырғаққа ауысты. Көңілі жүдеу бейшараны жұмсақ алақанымен маңдайдан сипап, алыстағы бір болмашы үмітті нұсқағандай елес береді. Күй шымшымдап ішке кіріп, көңілді босатып,
Қабақ астында қатып қалған жасты жібітіп, енді бір кез майда рахат самалымен желпіп сергіткендей болады. Оразымбет тарамыс денелі, қатқыл өңді, егде кісіден дәл осындай жүрек қылын шертетін нәзік күй шығады деп ойламап еді. Ол ұстазының бетіне қарап, оны жаңа көргендей болды. Терең әжімді, ашаң жүзіне жастық балғы нұр жүгіріп, кішілеу өткір көзі дымқыл тартып, естемес балқып тұр екен. Салалы ұзын саусағы буынсыз болып кеткендей, жібектей майысып, жылпылдап барады. Жаңағы бір сезімтал майда әуенді қайталап келіп, енді көтеріле бергенде, өрге шығалмағандай тайғанақтап, күй сазы қайта шегінді. Тағы да бір-екі рет талпынып барып, булығып қалды. Естемес ыза болғандай, домбыраны қатты бір қақты да, бұрылып артындағы қоржынға салып қойды. Бекіту. Категория тәсілі арқылы орындалады. Оқушылар категория тәсілі арқылы топқа бөлінеді. Тақтаға 3 категория жазылады. Тарих, әдебиет, сараптама. Оқушылар өз еріктерімен категорияларды таңдап алады. Алдын ала категория мамандарына орын дайындалады. Тақтаға жазушының суреті салынған үлкен портрет ілінеді, немесе мүмкіндік болса, интерактивті тақтадан көрсетуге болады. Пресс-конференцияны жүргізуші спикер тілшіні мұғалім тағайындайды. Оқушылар өздері таңдаған категориялары бойынша орналасады. Спикер конференцияның өту тәртібімен мамандарды таныстырып, жұмысын бастайды. Пресс-конференция тахауи әдебиеттегі жаңа құбылыс деген тақырыпта өтеді. Мамандар өз категорияларына сәйкес автор стилін, суреткерлік ерекшелігін анықтап, көзқарастары мен ойларын білдіреді. Сарапшылар олардың жұмыстарына сараптама жасап қорытындылайды. Спикер конференция жұмысын аяқтағаннан кейін тілші баспаға конференция жайлы ақпараттық мақала ұсынады. Қабілеті орта оқушыға пресс-конференцияны жүргізу, қабілеті жоғары оқушыға мақала жазу тапсырылады. Салыстыру. Дәйексөз тәсілі арқылы жүзеге асады. А. Сюжет. Әңгімелеуші кім? Оқиға қалай өрбіп жатыр? В. Интерпретация. Үзіндінің немесе дәйексөздің маңызы неде? Кейіпкер туралы не айтылады? Тақырып, тартыс, өңдеңіз. С. Анализ. Жоғарыдағы сұраққа жауапты автор қолданған әдеби құралдармен байланыстыру. Эпизод, деталь, суреттеу, диалог. Бірінші. Топтарға дәйексөзді талқылауға 4 минут беріледі. Дайын болған топ бастайды. Жұмысын қорғауға 2 минут беріледі. Екінші. Топ өз жұмысын алмастырып таныстырып болғаннан кейін, қалған топтардың жұмысын толықтыра алады. Үшінші. Әр топқа өз жұмысын таныстыруға 1 минут беріледі. Көп ұпай жинаған топ жеңіске жетеді. Бағалау. 5-ші тапсырма. Көзқарас, талдау, стандарттау әдісі арқылы жүзеге асады. Оқушылар күй аңызы әңгімесі бойынша түртіп алу тәсілі арқылы ең маңызды ойлардан конспект жасап дәптерлеріне жазады. Хабарлама жасау үшін зерттеу сұрақтары әдісі бойынша маңызды ойларға сұрақтар тізімін дайындайды. Сұрақтар тізімі жұпта талқыланады. Жұптаға бір оқушы сұрақ құрастыру шебері болады. Хабарлама сұрақтары, зерттеу сұрақтары. Бұл да зерттеу сұрақтары. Нағыз зерттеу сұрақтары құрылыммен бағаланады. Оқушылар бірінші шығарманы зерттеуге негізі болатын тірек сөздерді жазады. Тірек сөздерді қолдана отырып, жазушы шығармасына пікір береді. Екінші, жазған конспектілермен топта танысып,
талқылау жасайды да тахауи қазақ әдебиетінің қаламгері тақырыбына сыни пікір жазады. Үшінші, жазған сыни пікірлерін сынып бөлмелерінің қабырғаларының А, В, С, Д бөліктеріндегі постерлерге апарып іледі. Оқушылар қабырғадағы жұмыстарға көзқарас, талдау, стандарттау арқылы екі түрлі бағалау жүргізеді: өзін-өзі және жұптық бағалау. Кері байланыс стикерлер әдісі арқылы жүзеге асады. Кері байланысты оқушылар: мен нені үйрендім, маған не қиын болып көрінді, менің келесі сабақта нені білгім келеді, маған не жеңіл болды сұрақтар арқылы толықтырады. Кері байланысты толықтырып жазғаннан кейін оқушылар парақты мұғалімге апарып тапсырады. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сабақты жүргізген Өскемен қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің қазақ тілі мен әдебиет мұғалімі Мұқатаева Гүлназ Кәдірқызы.